Ақшам шерефлеріңіз қайырлы olsun. Бүгін жұма күні Веқырым işgalinin 1065 күні кечмекте. Эфирде Муслим Умеров чалыша бізім бүгінгі эфирімізде бөйле хаберлер. Курбединовның қорума тарафы яқалануы себебінден шикает етмек ниетінде. Moise Ahmedjet'in Demiryol politsiya bölümünde yerleşi. Ilmi Umerov яны репрессия далғысыны беклей. Адвокатларға қаршы кечірілген басқылар бұның эпосы қорқу дұйғыда тұтмасының зінжір алқасыдыр. Херсон вилетіндегі мечрис азаларына қаршы суйқаслық азырланайды. Олар bizim faaliyetimizni nezaret ettiler, yapgan işlerimizni beğenmeler. Эмиль Курбединовның имайысы Ишгалджи махкемесінің қарарына шикаетіні yolай жақыла. Бұл ақта Эмиль Курбединовның адвокаты Константин Рустемов білдірген. Апелляцион шикаеті 10 күн ішінде yolаныла біле, түневін Эмиль Курбединовге санки дорцене евелсі япылған экстремизм малюматының тарқатуындан себеп 10 күнлік меморий жазасыны белгілегенлер. Что касается отношения к постановлению, ни я, ни мой подзащитный не согласны. Biz apелляцияға шикает бермеге азырланамыз, бұна 10 күн бар. Шикает бірдане олмайжақтыр. Ахмеджеттеке мақсус мөжседе тұтылажақ. Анда мемория піске алынуынен бағлы инсанлар болуна. Білгенме көре бұл Моисей Ахмеджеттің Демирьол полиция бөлігінде ерлеші. Специальное учреждение для отбытия админ-арестов. Насколько я знаю, это на настоящий момент. Freedom House ұғық құрчалайджы бірлешмесі Русия кеметіна адвокат Курбединов Вефальджи Салиевна азат етмеге талап ете. Бұл ақта халықара программалар бойынша Freedom House вице-президенті Роберт Германның биянатында сөз көрсетіле. Биянат метінінің тешкілятының Facebook сәйфесінде дер жетілген. Русия Курбединов ве Салиевна азат етіп, ишғал олынған территорияларнен бағлы халқара ұқуқны riayet етмек керек. Русия силялы құветлер тарафындан инсан ақлары бұзылуы, Қырымны инсан ақларыны riayet етілмеген территорияға чевірді. Анда қапсызлық органлары тарафындан япылған қанунсызлыққа шикает етмеге ұмыт біле қалмай. Инсан ақлары бойынша Украиналы Хельсинки бірлігі Қырымда тақип етілген Курбединов ве Салиевна азат етмеге чағырды. Украинада Америка Қошма штатларының елшісі Мария Йованович яғалынуларыны такбих етті. Назирлер кабинетінің сайфесінде есе петиция ерлештірілді. Егер оны 25 бин инсан имзаласа, Украина тышышлер назирлігі Эмиль Курбединовның яғалынуынен бағлы наразылықны Русияге қаршы білдірмеге керек олар. Илми Умеров екі адвокатларсыз марум қалды. Меджлис рейс муавины Умеровге январь айының 30-ында яны қабатлав белгілене біле. Сонки 2 күн девамында имайджилерінің сайысы 2-геексілді. Николай Полозовны ФСБ идаресіне кетіріп, сорғуға чекмек істегенлер, ләкин о қаршы чықты. Түневін Илми Умеровның да бір адвокаты Эмиль Курбединовны яқалағанлар. Умеровның адвокатларындан тек Эдем Семедляев қалған. Первое — это цель выбить адвокатов. Оларның бірінші мақсады ишлерден адвокатларының алмасыдыр. Екіншісі әм Қырым әлісі, әм бұтын Қырым татар миллеті, әмді әрі оларақ сечілген инсанлар үшін қорқыту акцияларының девам етмесі. Адвокатларға қаршы кечірілген басқылар бұның эпосы қорқу дұйғыда тұтмасының зінжір алқасыдыр. Үшіншісі мечрис азаларына қаршы репрессияларының азырлануы. Подготовка к репрессиям в отношении. Авропа Шурасының парламент ассамблеясы Русияны Украина территориясында yapılған террористик әрекетлері үшін қабатлады. Бұл пасы қабул еткен декларациясының нәтижесідір. Оның муэлифі Мустафа Джемилевның сабық мәслихатшысы Украина халық депутаты Георгий Лагвинскийдір. Пасыде бірлешкен сол күшілерінден ғайры сияси группаларының депутатлары Русия тарафындан Украина халық депутаты Антон Геращенкоға yapılған басқа әрекетлеріні такбих еттілер. Парламент ассамблеясының реакциясы Украинада юзберген вазиетне пек муим тесир етеді. Авропа шурасындaki 47 devletinin реакциясы.
Bizler Rus tejavuzchi memleketne polgan hareketinin kenede devam etmemekni көстердік. Biz buna cevap verecek olamız. MD Avropa Şurasının idarelerden şiddetli cevap vermelerini bekleyimiz. Европа реагирует на подобные факты. Ижғал етілген Қырымда өткерілген репрессиялар bu халқара қарарларға жауаптыр. Бойле етіп мұстақил адвокатларыны Қырымны терк етмеге мejbur етелер. Мұны құқық қорчалайчы Ольга Скрипник білдірді. Оның сөзлеріне көре 2 күн evvel темчигознын адвокаты Николай Полозов ФСБ тарафындан хырсызланып, соравға кетірілуі Веймил Курбидиновға меморий жазасы белгіленмесі бұның избатыдыр. Возможно, да, будут Менің жесіне адвокатларға қаршы бұ ішлеріні жинай ішлер açып, тақып етіп адвокатлық лицензиясындан марум етмеге істейлер. Қорқыту властасынен Қырымны терк етмеге мejbur ете білелер. Херсонда Меджлис темсилчилеріне низбеттен суйқас азырлана екен. Бұны Украина ички ишлер назирнын меслячысы ве халк депутаты Антон Геращенко білдірді. Оның сөзлеріне көре яны ел геджесі Херсон мэрнын евіні яққанлар Меджлис азаса Меджит Сулейманов ве Херсон Меджлисінің елбашчысы Ибрагим Сулейманов евлеріні яқмаға планаштыра екенлер. Бұны олар яқаланған сон соравда білдіргенлер. Олар Меджлис офисінің қапысыны, Рифат Чубаровның ярдымжысы олған Күреш Медени мерkezінің елбашысының дайре қапысына яқмаға планаштыра екенлер. Жинайетні япмаға істеген инсанлар яқаланды қабатларыны таныдылар. Бұл вазифені Русия мақсус қызметлері берген. Қапу яқылыларыны видеоға чекіп, оны интернетке ерлештірмеге планаштыра екенлер. Херсон мэрінің ев қапысыны яқылунен бағлы видео пейда оған вақыт, бұл оның фалиетінен бағлы ғаны қайды етілген. Меджлис азаларының фікірінже оларға қаршы ола білежек суйқастлық япылған ішлерінің мұйымлігіні көстере. Бұл бізді әрете қалдырмады. Херсон вилаетінде япқан ішлеріміз, олар сырасында ижғал етілген Қырым сәкінлеріне ярдым көстереміз. Украина демократик мемлекеті олғаны үшін Русия құветлеріні ратсызлай. Более әрекетлерінен олар біздеріні қоқырмаға істейлер. У нас есть радиопроект. Радио Леханин Бирабер біздің тешкілятымыз ижғал етілген Қырымда инсанларының ақлары бозылғаны ақында малюмат топлай. Белесем олар біздің фалиетімізінің незарет етелер, япқан ішлерімізінің бегенмелер. Артек лагер елбашчылығының Эмирейли Гурзуфта Қадими мұсылман мезарлығыны виран етмеге башладылар. Бұл ақта жематчы ве журналист Сергей Сардыка білдірді. Оның сөзлеріне бинайын ішчілер январь 6-сында башланды. Гурзуф Азиз мезарлығында мұсылман Азизы дефин етілген. Бұзын Қырымда бойле кебе уч Азизінің мезары бар. Шатларының айтқанына көре, анда яны солнечный лагерінің корпусы ерлешечек. Украина девлет сыныр қызметі Украинаға yol алған 6 Русия ватандашыны ебермеді. Минсктен Борисполь ава лиманына келген 5 Русия ватандашы гүмрікшілер тарафындан яқаланды. Оларының эпосы өзінен 100 000 рубле кетіргені белі олды. Олар санкера атланмақ мақсадынен келгенлер, СБУ хадимлері бірісінде Русия селялы құветлерінің жетоныны тапқанлар. Ихтимал олған да бір диверсантны Киев ава лиманында тұтып қапатқанлар. Ода Украинаға Минсктен келген. Бұл Русия ватандашы Русия Мудафа назерлігі тарафындан шахсен Қырым қайтарылығындан себеп медальнен мүкефатландырылды. Алтысына Украинаға келмесі ясақ етілі. С какой целью прибыли в Украину? Украинаға насыл мақсаднен келдіңіз? Украинада bulunmaq үшін. Сіз бір өзіңіз келдіңіз? Йоқ 5 кіші олып келдік. Өзіңізден не қадар ақчаңыз бар? Меннен 100 000 живарында рубле бар. Бір өзіңіз келдіңіз? Йоқ тақымда 5 инсан. Мақсадыңыз насыл? Базы бір мүддет девамында мұнда bulunmaq үшін. Переждать какое-то время. Я был призван. Мен Русия Федерациясының арби қызметі баш разведка идресіне қызметке чағырылдым. В подразделении главного разведывательного.
Украинада көчүп келгенлерінің сайысы экселді. Донбасста фаль арби әрекетлерінің тоқтатылуы Венезарет алтында булынған топрақларда тешкермелерінден себеп адамлар осевлеріне қайталар. Қалғанларының эксериеті есе гуманитар ярдымында мұқтаждегіл. Бұл ақта ұқы құройжы тешкелетларының темсілжілері білдірелер. Қытайы Украинаға көчүп келгенлер эф алмақ үшін кредитлер, бизнеске дестеклейжі программалары, весе сияқлары ақта да чоқ түшінмеге башлаганлар. Официальная статистика не дает... Ресми статистикаға көре кырыш чықыш динамигі ақында бір шей айтмамыз. Не себептен чықаларындан хаберіміз yok, білмеге әрекет етеміз. Алышып оламаған инсанлар кері қайталар. Шымды бұл адамларының сайысы артта. За счет проведения верификации. Бізге кыйым ве аш үшін шымды да аз келіп башладылар. Да зиясінден олар япабілежек ось бизнес фикерлері ве проектлері теклифінен келелер. 3 yıl devamında insanların istekler ve insanların özleri de denişti. Olar uzun vadeli ve mesken için kredit beruf meselesinde ve yerli şuralarga yapılgan saylavlar vasıtasının adaptasiya olmağa isteyler. Көчүп келгенлер девлетінің незаретінде олмаған топрақларда ерлешкен озевлеріні я девлетке сата білелер, я да ой үшін кредит ала біле. Бөлі ипкенлар вақтынжа ижғал олынған топрақларының меселелері бойынша Назир Муавины Георгий Тука білдірді. Оның сөзлеріне көре назирлік мүлкиет аққыны таздықланған весиқаларны ала бележек яны идаренің тізілмесіні істей. Амелиятта Израильде мүлкиет аққы еріне паралар беріледі. Көчіп келгенлер разылығынен ижғал етілген территорияда мүлкиет олғаныны таздықларға весикаларны беріп, шақси мескен құрмақ үшін. Бұл весикаларны малеви кефалет олара kulana білеміз. Александр Лукашенко Украина шарқында Русия или Джен кеткенini таныды. Ақ Русия елбашчысы Илми Вельми педагогик хадимлер огünde чықыш япқанда шыны білдірді ки Украина Джен квастайле ось мұстақылығыны қазанажақ ола. Ақ Русия есе иқтисади Дженкіні кечере. Эвел Украина арби эксперті Алексей Арестович білдірді ки Ақ Русия үшін тынч өмір екінленді. Оның сөзлеріне көре Русия ордулары Запад экипин 17 талиматлар кечіріп, амелде Ақ Русияны ижғал ете. Біз бұл мұстақылықны о қадар қиын қазанамадық. Эпысы халқлар женклешті, шымды есе қардаш Украинамыз женклеше. Біз женке ел бермемек керекміз. Біз тынчлық север миллетміз. Ләкин база вақытлары мен түшінем ки, біз мұстақылық не олғанны дуймақ үшін Аллах үгімізге қиын вақыт ве вазифелер қойды. Оның үшін біз тек бірлешкен сон ене білеміз. Ве ән есасы бізі мұстақылық үшін күрешіміз женк ве сияси сасында дегілде иқтисадиятта кече. Главное направление нашей вот этой борьбы за независимость проходит через экономику. Қырымда қар яғмасы ве 15 дәрежелі аяз бекленілі. Бұл ақта региональ гидрометеомеркез хадимлері білдіре. Елларда бұзлавуқлар олажақ ақшам аванын арареті 0-дан ашағы 15 дәрежеге түшечек. Бұнымен яйынымыз сонына келді. Ратлық күнлеріңіз ей мойетте кечсін, бізлер олыңыз. Қайырлы ақшамлар.